Математика 3 сынып 63 сабақ. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Күнделікті жаңа сабақтар салынатын болады. Бүгінгі тақырыбымыз нүктенің координаторлары және қозғалыс бағыты. Берілген координаторлар картада нысандардың қайсысына сәйкес келеді. Біздер картадан саябақ, мектеп, театр, көл, дәріхана, дүкен, вокзал көріп тұрмыз. Енді осылардың координаторларын анықтаймыз. Саябақ 8-де 7, мектеп 1-де 9, театр 9-да 11, көл 4-де 5, дәріхана 2-де 4, вокзал 6-да 11. Екінші тапсырмада әріптердің координаторларын анықта. Байқасаңыздар, бірінші, екінші, үшінші тапсырмалар көбінесе тақырыпқа байланысты беріледі. А әрпі 2-де 1, В 1-де 3, С 4-де 3, Д 1-де 4, Е 5-де 5, Ф 3-де 1 деген координаторларға сәйкес келеді екен. Келесі тапсырмада, үшінші тапсырмада, планнан кез келген нысанды таңдап, оның координаторларын атаңдар. Көптеген нысан тұр, бұл жерде театр көріп тұрмыз, мектеп көріп тұрмыз, стадион көріп тұрмыз. Соның ішінен театр мен мектептің координаторларын анықтайық. Театр 2-де В, мектеп 3-де 2 деген координаторлыға сәйкес келеді екен. Төртінші тапсырмада торкөз қағаздан координаторлар тор дайында. А, В, С төбелерінің тіктөртбұрыш сыртында кез келген 5 нүктенің тіктөртбұрыштың ішінде кез келген 4 нүктелердің координаторларын жаз дейді. А 1-де 6-ға, В 6-да 6, С 6-да 3, Д 1-де 3. Сырты О 3-де 2-ге, С 4-де 1, Н 7-де 2, М 8-де 4, К 4-де 2. Осылай ішкі координаторларында жазамыз. Келесі 5-ші тапсырмада тіктөртбұрыштың ұзындығы 8 см және ені 4 см. Суреттегідей сызба сал, шеңберлер салу үшін нені білу керек? Шеңбер салу үшін диаметрін білу керек. R1 2 см, R2 2 см, D1 4 см, D2 4 см-ге тең. Сонда бізге бұл жерде ең маңызды диаметрін білуіміз керек екен. Келесі 6-шы тапсырма, кесте бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бұл жерде қосу амалына берілген есептер. Бірінші кестеде қосылғыш 60 пен 40-тың қосындысы, екінші қосылғыш 50-ге тең. Бұл жерде қосындының мәнін табуымыз керек. Мысалға, біріншісінде қосындының мәні 150-ге тең. Екінші кестеде азайту амалына берілген азайтқыш айырманың мәні деген компоненттері бойынша айырманың мәнін табамыз. 7-ші тапсырмада көп бұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың периметрін тап. Көп бұрыштар беріліп тұр. Біріншісінде периметрі П тең, 2-ге 1-ді қосамыз, оған 3-ті және 1-ді қосамыз, периметрі 7 см екен. Бізге бұл жерде сызғыш керек, сызғышпен бірінші қабырғаларын өлшеп аламыз, сол арқылы периметрін табамыз. Екіншісіндегі фигураның периметрі 6 см-ге, үшіншісі 8 см-ге тең. 8-ші тапсырма, егер шашы пішінді құм алаңының бір қабырғасының ұзындығы 2 метр екені белгілі болса, оны қоршау үшін қанша метр ернеу қажет? А 2 метрге тең, П белгісіз бұл жерде периметрі. Табу үшін периметрін 4-ті Аға көбейтеміз. Яғни 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8 метр. Сонда бұл жерде периметрі 8 метрге тең. Қоршау үшін 8 метр ернеу қажет. 9-шы тапсырма, жолдардың сызбасына қара. Ауылдан көпірге дейін, ал көпірден қалаға дейін қанша жол бар? Егер міндетті түрде көпір арқылы өту керек болса, ауылдан қалаға дейін қанша тәсілмен баруға болады? Ауылдан көпірге дейін 4 жол, ал көпірден қалаға дейін 5 жол бар. 20 тәсіл бар екен бізге. Бірінші жол, екінші, үшінші, төртінші жолдары көрсетіліп тұр.